Қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін бізде үздіктер 3 жобасының ең алғашқы сұхбатымыз, интервью Кәмшат деген қызымызбен. Кәмшат, өзің туралы таныстырып өтсең, кімсің, қайдансың, қай сыныпқа өттің, осыға дейін бір жетістіктерің бар ма, жалпы қалай бізге келдің деп бастай бер. Осы сұрақтар Мен төңірегінде. Түркістан облысы Түлкібас ауданынан боламын. Бауыржан Момышұлы мектебінде оқимын. 9 сыныпқа өттім. Мгм. Бұл жоба туралы мен алғаш рет үздік білім чатынан көрдім. Содан кейін үздік juniors деген алғашқы жоба болды. Соған кіріп, содан кейін барып үздіктерге. Молодец. Күшті, керемет. Осы уақытқа дейін информатика бойынша немесе басқа да олимпиадаға қатысқаның бар ма? Қатыссаң, қандай бір жүлделі орын алдың ба? Информатика пәнінен 8 сыныпта бардым, 7-8-де бардым, 7-де орын жоқ болды. 8-де орын болды, 3-ші орын алдым. Ай, молодец, күшті. Сол үздіктер, juniorсқа қатысқан кезде бардың ба, әлде оға дейін бардың? Juniorсқа Алғашқы қатысып жүріп бардың? контест болмай тұрып, сол олимпиада болды. Хорошо. Соны қатысып болды, одан кейін 3 алдың, одан кейін үздіктер жобасын juniorсқа қатыстың ба? Жақсы. Күшті. Не жерде Едіге ағай өзінде айтып сұрақтары бар болса, негізі Едіге сені көрсетіп жібергенде дұрыс болар ма еді, анау есептердің несін, қанша есеп шығарғанын? Ладно. 150 есептен жоғары жинады. Ол жағын айтпай ақ қойған, 150 есеп шығарды. Енді сөз кезегі Едігеде, Едіге кішігірім есептерден береді. Қазір. Так, біріншідеміз мынандай есеп болсын. Мысалы, бізде ендігі сан беріледі. Бізге бірден n-ға дейінгі барлық жұп сандарды шығару керекпіз. Мысалы, n бізде 10 болса, онда жауабымыз, мысалы мен әзірге айтайын, кіріс. Ал жауабымыз 2, 4, 6, 8, 10. Жаза берейін бе? Жаза берсін болды. Егер айырмас Иә, жауап дұрыс. Негізі бұл есептен дұрыс шығардым. Енді бірақ Мына жерге шарт қойын, яғни. Ал. Мына жерге қадаммен де істеуге болады. Иә, сол типа. Мен саған келесі сұрағым не болды? Андай шартты қолданбай шығаруға болады ма? Мысалы, if деген шартты. Шарт иә қолданып қойып. Екі болса. Осылай, иә? Осылай болса, мысалы бізде, мысалы 10 болса, онда жауап осындай шыға ма нақты? 0 болса 0. Иә, осылай. Осылай дегенде қара, мына жерде бізде сен 0-ден бастап тұрсың ғой. Сол үшін алдымен ол 0 шығарады. Ал біздің жерде 1-ден бастап n-ға дейінгі шарт бойынша. 1-ден онда. Мына жер 1 болу керек, иә? Так, 1 болса, бізде қандай болады жауап? 1, 3, 5 кетеді, сонда мына жерге 2 қыламыз.
иә дұрыс, екіні қойған кезде ғана жауабың мына жоғарыдағыдай шығады. Енді тағы сұрақ қойсаң, енді ол жауап берсең де жауап берсең де маңызды емес. Ең бастысы сен мына есеп шығардың ғой. Дұрыс, жай өзің үшін мысалы мына жерде массивті қолданбасақ болады ма? Яғни иә бәрін қолданбай массивқа істеуге де салып болады. иә, массивқа салып отырмай, яғни артық память қолданбай. Print I and Так, иә дұрыс. Осы жерде сұрақ қоясыз, неге end осылай қылып істедің? Оның мағынасы не негізі? Мына end тырнақша оны ішіне мағынасы не оның? бір қатарға шығарады. Егер ол болмаса, Мысалы, ол болмаса тігінен шығарады. Ертең яғни бірінің астына бірін не жаңа жолға шығарады, иә. End бір жолға шығару үшін керек. Жақсы. Дұрыс. Енді тағы сұрақ қойсаң осы жерде. Енді бізде мысалы есептің шарты былай болса, барлық жүк сандарды теңеу ретімен шығаратын болса, мысалы -2 деймін. теңеу реті мен шығар. -2 арқылы шығаруға болады. Иә, -2 деген дұрыс, бірақ мына жерде тағы бір нәрсе өзгертіп керек. n+1 2 Сен мысалы қара, басында 2-мен бастайды, 2. Одан кейін -2 дейді да 0 болып қалады. 0. Содан кейін болып қалады. Яғни n+1-ге ол жетпейді да ол. Сонда 2 Ол жерде қалай болады? Ол жерде бізде алдымен бізге 10 шығу керек, иә? 10. Одан кейін 8 шығу керек. Одан кейін 6. Одан кейін 4, одан кейін 2 шығу керек. сонда бізге мына жерде -1 қылып алып, ана жерге if арқылы істесекші. Қара, мына жерде сендегі қате мынау болып тұр ғой. Мына жерде. Сенде мына жерде бастапқы нүкте қандай болып тұр? Сенде 10 болып тұр, иә? 10. Сенде мына жерде бастапқы нүкте 2 болып тұр. Мына жерде. Онда мына жерде +1-ді өшіп тастау керек па? Мына бастапқы нүкте сенде 2 болып тұр да, мына жерде 2. Ана жерде бастапқы нүкте 10 болу керек. Сен мына жерде циклда сенде 2-ден бастап тұрсың да, бүкіл әрекетті. Саған 2-ден бастамау керек, 2-мен аяқтау керек саған. Соңында. Сен мында n+1-мен аяқтап тұрсың. Енді бұл жерде мен өзім подсказка жасайын бер. Иә, осы жерде уже осы жерде егер 10 болған кезде ол кейсінде дұрыс болады. Ал мына n-нің орнына n бізде тақсан болса, мысалы n 11-ге тең болса, онда ол 11, 9, 7 деп кете береді. Енді бұл жерде сен енді мына есепті кішкене көтеріп кетті. Соңғы жағы. Мына жерде былай істесең болады. Мен өзім көтере салайын. n бөлу n-нің 2-ге бөлген қалдығы деп жазсаң болады. Мысалы 11 болса, ол 11-ден 1-ді алады да 10-нан бастап кетеді деген сияқты ғой. Яғни тақсан болса, тақсанда жоқ болады. Сосын бар, 10, 8, 6, 4 деп мына жерде 1 тұра берсін. Осылай дұрыс болады. Шешім. Немесе сен жаңа массивқа салдың ғой, массивіңді керісінше шығарсаң болады. Керісінше шығарады. Иә. Жақсы, бұл есепте саған басқа сұрақ жоқ. Неге сен бағана айтып шығарып тұрдың, мен просто басқаша түрлерін көрсеттім, өйткені саған өзіңе болашақта практика болу үшін. Менде екінші сұрақ мынандай болсын бізде. Бізде бір сөз бар, мысалы Қазақстан деген сөз. Осы сөздегі мысалы дауысты дыбыс немесе дауыссыз деймін бе.
дауыссыз дыбыстарды шығарады. Дауыссыз. Мысалы мына жерде бізде дауыссыз дыбыстар қайсы? Дауыссыз дыбыстар кішкентай әріппен жазсаң болады. КЗ, КХ, С, Т, Н. шығара берейін ба? Шығара бер. У бар. Осылай ма? Мына жерде негізі шығарған дұрыс. Мына жерде мына жерде lower деген. Аяқ кішкентай болу үшін. Так, lower. Бірақ мына жерде біздің мысалы мына қазақстанды мына кодқа салатын болсақ, онда бізде жауап былай болып қалады. Әлде болмай ма? Ондай болмайды, кнопка қойып. Анда Жоқ, бұл жерде дұрыс шығар екен. Дұрыс шығар бұл жерде. арасында пробел. Мысалы, осы айтып Қазақстан. Осындай болатын болса, ол бізде былай шығарады. Қазақстан деп шығарады. Солай ма? Қарай, егер бізде кіріске, мысалы, осындай жасақ, Қазақстанда бәрін басып жасап болсақ, мына кодқа салатын болса, жауап осылай шығады. Егер ішінде болмаса, яғни сен шартты сәл түзеу керек шартыңды. егер аның ішінде Сен қара. Сенде болса, үлкен А ғой, үлкен Аны салыстырмайды ғой. Бізде мысалы үлкен А мен кішкентай А бірдей емес қой, иә? Екеуі екі түрлі. түсіндім. Үлкен аларды қосамыз, иә? Иә, қоссаң болады. Қоссаң жауап шығады, бірақ енді қоссаң жауап шығып тұр. Бірақ оны қоспай істеуге болады ма? Үлкендерін қоспай. Қоспа десе, оны айды lower қылу керек қой. Қай жерде lower қыласың? Иә, дұрыс. Осы жерде сен lower қылып алып тексеретін болсаң, әр әріп кішкентай болады. Соңына жақша қой. Сол кезде сенде барлық жағдайда өтіп керек.
лоурдун аягына жакшы жасалат. Енді дұрыс болу керек. Онда мен осы сұрақты негізі жейтіп шығардым, мен бірақ тағы бір шарт қосайын. Мысалы мына жерде шартымыз басқаша болсын. Бұл жерде мысалы әріптерді санау керек болса, қалай болады? Countты қоямыз. Countпен мысалы бізде Иә. Қазақстан деген сөз болса, ол жауабына мысалы к бізде 2, а бізде 3 деп шығару керек. Ал z бізде 1 деп. Мына несі рет маңызды емес, қай әріп бірінші шыққан. Х бізде 1, с 1, n 1 деп шығарылатын болса, қалай шығаруға болады бұны? Жаңа сен counter'ын айтып қалдың ғой, counter ма? Жоқ, counter библиотекаға сал. Ой. Enumerate деген нені істейміз ба? Не, items қолдансын. Items. Item. Enumerate ол неге массивқа қолдансын. Болды. Print деп қоя берсең неге бірден? Print ба? Print жаза бер, массив қосылмайды. Print I жей сал болды соны. Осылай ма? Болды. Осылай қоя сал. Бір насына бір шыға берсін. Негізі жауабың бар дұрыс, негізі сен екі есепті бердік, екені шығардың. Енді бірінші есептің өзінде бірнеше сұрақ көпті бар артынан. Негізі интервьюден өтіп тұрсың, бәрін. Саған әрі мен енді бір сұрақ қойып, бір есепті қойғанда оны шығарсың да шығармасың да емес, ауызша жауап бере салсаң болады. Мысалы, бізге бір сан береді к деген. Сол санның жай емес екенін табу керекпіз. Соны қайта тап болады негізі, идеясын айтсаң. Is prime арқылы, иә? Егер күні
екіден нға дейін егер n-нан n-ға тең нөл болса, n осылай ма? Так, негізі логикаң дұрыс бірақ элсті сен емес Брейк қылып брейк қылса сен болады, ол да дұрыс. Яғни негізі несі біледі, логикасын біледі екенсің, иә. Ары қарай жазбай ақ қой. Біз бүгін 4-5 эпизод бересің, не болды өзі? Негізі өттің етеді. Ерекесі бір-екі қосасыз ба? жеңіл есеп деп есеп жақсы шығарып жатқан есеп аямай беріп жатыр ғой едіге ағай. Молодец, күшті. Есеп айтсам бірден код жазып тастайды. Сосын одан кейін Жақсы, молодец. қысқа қалмай тағы есептей жатырмыз. Все, в принципе, менде сұрақ жоқ. Өзіңде сұрақ жоқ па бізге? жоқ. Все, онда молодец. Өттің деп айтсақ. Ағай анау жаңағы апталық есептер бар ғой, менде көп курстар шығарып жатқан, соны ары қарай шығара бер, жалғастырып. Так, онда сұрағың болмаса онда мен запись тоқтатайын.